Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау. Қазіргі таңда біз сіздермен адам жанының құпиясы деп аталатын бөлімді өтіп жатырмыз. Осы бөлімдегі біз танысқан шығармалар. Сіздер Ілияс Жансүгіровтің өмірі және шығармашылығымен танысқаннан кейін Құлагер поэмасымен таныстыңыздар. Одан кейін Бейімбет Майлиннің өмірі және шығармашылығымен танысқаннан кейін Шұғаның белгісі хикаятымен танысқан болатынсыздар. Бүгінгі бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысы осы өтілген шығармалар бойынша болмақ. Оқу мақсаттары: әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау, автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жазу, шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып жаңашылдығына баға беру. Бағалау критерийлері: шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасайды, автор стиліне сүйеніп шығармашылық жұмыс жазады, шығармадағы ұрпақтар сабақтастығының көрінісін салыстырып жаңашылдығына баға береді. Бірінші тапсырма: Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасына сюжеттік композициялық талдау жасайсыздар. Өздеріңіз күнделікті сабақ барысында жасап жүргендей сюжеттік композициялық талдауды толық дұрыс жасауға тырысыңыздар. Екінші тапсырма: автор стиліне сүйене отырып Ақанның Құлагерді емірене жоқтауын әрі қарай өз шығармашылықтарыңызбен жалғастырып жазуларыңыз қажет. Өлең немесе қара сөз түрінде жазуға болады. Өлең жолдары мынадай: не болдай, бай-бай, саған құлагерім, су алдың, сорлиеңнің бұлақ едің, тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайынша құлап едің. Үшінші тапсырма: Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі хикаятында көтерілген мәселелерді бүгінгі күнмен байланыстырып, жаңашылдығына өз көзқарастарыңызды білдіресіздер. Беріліп отырған сызбаны толықтырып жазуларыңыз қажет. Бірінші бағанаға хикаятта көтерілген әлеуметтік мәселені жазасыздар. Екінші бағанаға шығармада көтерілген мәселе бүгінгі қоғамда кездесе ме? Осы жайында жазасыздар. Үшінші бағанаға осы шығарманың жаңашылдығына өз ойыңызды білдіріп жазуларыңыз қажет. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасай алғандарыңызға 1 балл, шығарманың мазмұнын білгендіктеріңізді дәлелдей алғандарыңызға 1 балл, шығарманы өз ойларыңызбен қорытындылай алғандарыңызға 1 балл беріледі. Екінші тапсырма бойынша шумақты жалғастырып жаза алғандарыңызға 1 балл, үзіндідегі ойды сақтағандарыңызға 1 балл, автор стиліне сай жаза алғандарыңызға 1 балл, шығармашылық танытқандарыңызға 1 балл аласыздар. Ал үшінші тапсырма бойынша әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтай алғандарыңызға 1 балл, мәселені бүгінгі күнмен байланыстыра алғандарыңызға 1 балл, жаңашылдығына көзқарастарыңызды білдіре алғандарыңызға 1 балл аласыздар. Жалпы балл саны 10. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті әріптестер және оқушылар, оқырмандарым, міндетті түрде каналыма жазылыңыздар, ұнату батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар күнделікті жарияланған сабақтарды
көріп отыру үшін хабардар болу батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.